Титаник және Марвел әлеміндегі жобаларда еңбек еткен америкалық Джефф Олм қазір қазақстандық сериалда жұмыс істеп жүр. 11 Оскар жүлдесін иеленген аңызға айналған Титаниктің визуалды эффектілерін дәл осы америкалық маман Джефф Олм жасаған. Сондай-ақ өрмекші адам, 5-ші элемент, етік киген мысық, Харри Поттер, аман қалған және тағы басқа да танымал жобаларда оның қолтаңбасы бар. Бірінде фильмнің бояуын жасаса, енді бірінде визуалды эффектісін жасаған. Видеомыздың басты тақырыбына кезек берейік. Міне Джефф Олм Коба деп аталатын алдағы уақытта шығатын қазақстандық сериалда продюсер әрі колорист. Кобаның нақты қашан шығатыны белгісіз, алайда сериал комедия жанрында емес, керісінше елдегі маңызды тақырыпты қозғайтын туынды болмақ. Страдает народ. Вот Шарипов, любите лайки рисовать. Вот эти ваши лайки, комментарии народу не нужны. Актерлық каст Тарантиноның бір кездері Голливудта фильмінен кем болмас. Басты рөлдерде Қобыланды Болат, Азиз Бейшеналиев, Асан Мәжит, Назар Шархан, Бахтияр Қожа, Жалғас Жанғазин, Нұржан Садыбеков және Қайрат Әділгерей ойнайды. Бәріміз жаңағы басында аталған туындыларды көрген шығармыз. Джефф Олм әр туындыға өз үлесін қосты. Коба жобасының әлемдік деңгейге жетуді мақсат еткені оның Джефф Олммен серіктестігінен көрінеді.